Әйелің кетіп қалса, ұрсып қалсаң, кешірім сұрап алып кел бауырым. Еш нәрсеге қарама. Ешкімнің ойынан, сөзінен қорықпа. Ертең барып алып келсем басыма шығады, тағы да кетеді, тағы да кетем деп қорқытады. Мені мүлдем сыйламай кетеді деген нәрсені ойламаңыз. Немесе әйелім өзі кешірім сұрап келеді, өзі қиналып, қателігін түсінеді деп ойламаңыз. Ол еркектікке жатпайды. Әйелмен олай санасып, қырсығып, ерегесіп, отбасыңыздан айырылып қалмаңыз. Еркек адам бірінші қадам жасау керек. Сөз айтқан кезде де бірінші еркек сөз айтады ғой. Сол сияқты ұрысып қалған кезде де еркек адам бірінші кешірім сұрап, қателікті түсініп, дұрыстап, отбасын сақтауға әрекет жасау керек. Міне сол кезде сен еркек боласың. Мықты еркек, ақылды еркек. Қайта солай жасау керек. Әйеліңнен де қателік, кемшіліктер бар шығар, бірақ оны кінәлама. Сенікі дұрыс емес, сен өзгер, сен дұрыстал деп қайтадан онымен ұрысып санаспай, өзің өзгеріп, өзің дұрысталсаң, өзің жақсы бола бастасаң, әйелің де өзгереді, әйелің де дұрысталады. Қайта-қайта алып келе беріп шаршадым, кете береді, қоймайды, әйел болмайды, қатын болмайды деген дұрыс емес. Мүмкін сен ол кезде өзгермеген шығарсың, қателігіңді түсінбеген шығарсың. Егер сондай түсінбей жатқан мәселең болса, жеке консультация алып, дұрыс амал әрекеттерін жаса. Отбасыңды сақта. Отбасың саған керек. Сен қиналатын, сен шаршайтын, сенің балдарың жетім қалатын. Сол үшін әйеліңмен санасып, ерегесіп жүрудің қажеті жоқ.